Кешегі видеода мен сіздерге Pinterest'тен дипломның шаблонын және растяжканың шаблонын қалай жүктеу керек екенін көрсеттім. Енді сол растяжкаға қалай мәтін жазамыз. Фотоны басамыз иншоттан. Растяжканың шаблонын аламыз. Текст дегенге басып, өздеріңіз іс-шараңызға тақырып қоясыздар ғой, соны жазасыздар. Мен мына жерге оқуға құштар мектепті жазам. Мына жерге түсін өзіңіз қалауыңызша таңдап аласыз. Сары жасайын, обводкасын қара жасайынмын. Мына жерде шрифті, қазақша шрифттар бар. Иншотқа жүктеуге қалай жүктеу керек екенін келесі видеода көрсететін болам. Мынаны былай үлкейтеміз. Сосын мына растяжканы тура ортасына қоямыз. Мінекей. О, Қ. Созамыз да, мынаны да тура ортасына келтіріп қойып аламыз. Міне. О, Қ деген мәтініміз дайын. Үстіндегі стрелканы басамыз да, галереямызға жүктеп аламыз. Мына жерде реклама шығады, рекламаны жауып тастаймыз да, қайта кері қайтамыз. Кері қайтып, мына О деген әріпін 2 рет бассаңыз үстін, өшіресіз де келесі әріпті жазасыз. Оқу деген әріп шықты. Оқуға қайтадан стрелканы басамыз, ол галереяға жүктеледі. Шыққан видеоны жауып тастаймыз да, мәтінімізге қайта кері келеміз. Әріпті 2 рет басқаннан кейін өзгереді, өшіремізді, келесі әріпті жазамыз. Оқуға болды, құштар. Жабамыз осылай. Жазған мәтіннің бәрі галереяға сақтала береді. Мінекей мен оқуға құштар мектеп деп жазып алдым. Иншоттан шығамыз. Иншоттан шығамыз да, мінекей оқуға құштар мектеп.